5 литр су 500 теңгеге аласың, 500 теңгеге аласың. Құдайды құттыгын ала алмайсың ғой. Айдалып келіп қайт, халық виноват, да? Суымыз жоқ, халық виноват. Тоғымыз жоқ, халық виноват. Кредитке батып жатыр, халық виноват. Мы угробили МАЭК за вот 30 лет независимости, фактически, если говорить так прямо. Оның бәрін ауыстыру керек, оның ішінде жұмыстар өте күрделі. Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты Батыс Қазақстандағы мыңдаған адамның тіршілік көзі. Ақтау қаласы суды 100%, жылуды 90% МАЭКтен алады. 800 мыңдай адам тұратын Маңғыстау облысының электр энергиясымен толықтай МАЭКтің бір өзі қамтиды. Биыл шілдеде комбинатта апат болды. Аптабыстықта халық сусыз, жарықсыз қалды. Бірер аптадан соң тамызда комбинатта тағы да ақау шықты. Ақтауға аттанған азаттықтың түсірілім тобы комбинат маңында жүрген жұмысшылармен жолықты. Саламатсыз баға, нені жөндеп жатырсыздар қазір? Морской барады, АТЗ-ға барады. Атомный токовый завод. Оның нелері, құбырлары тесіп қалған ба? Шіріп жатыр оның бәрі, старый уже. Қаншасын жөндедіңіздер? Ой, ішінен бәрі жөндеп жатыр, көп ағайлы қайдағаны. Оның бәрін жөндеу керек. Дарылаған дауыстан ары қарай ештеңе естілмеді. 40 жыл жөндеу көрмеген Маңғыстау атом энергетикалық комбинатын айналып шыққандағы көрініс осы. Сыртын тот басқан су құбырларын әр жерден жамап жүрген бір топ адам мұны әдеттегі жұмыс дейді. 1968 жылдан бері жұмыс істейтін МАЭКте жабдықтардың 80% тозған. Ақтаудың аптабында жұртты жарықсыз қалдырып әбігерге салған апат міне мына тұрған 3-ші электр станциясында болған. Біз қаншама ресми хат жолдап сұранғанымызбен өндірісті көзбен көруге рұқсат бермеді. Маңғыстау атом энергетикалық комбинатында жылу мен электр өндіретін 3 орталық бар. 3-шісінде тек электр қуаты өндіріледі. Тамызда осы 3-ші станцияның 2 блогы бірінен соң бірі істен шықты. 2 блок қатар істемей қалып, комбинаттан шыққан ток қаланы қамтуға жетпей қалды. Соңғы не отыр аға? Негізі жоқ. Білесің МАЭКті жөндеу жұмыстары. Жергілікті билік апаттан соң Маңғыстау облысы мен басқа өңірлерге тоқты бір апта шектеп бере бастады. Бірақ кейбір тұрғын одан кейін де жарық пен суды еркін тұтына алмай отырғанын айтты. Света нету каждый день. Күнде баклажка 5-литровыйдан 10 штук 5-литровый баклажки су толтырып аламыз постоянно, да? 7-ші күннен тұрамыз, 7-тен түртсе. Вечно су жоқ, балдар садикке бару керек, кір жуамыз күнде, да? Қолында ғой енді бәрі шешу керек қой. Қашанғы балалар сусыз отырады. Қайта сатып алуға да ақша жоқ қазір. 5 литр су 500 теңгеге аласың, 500 теңгеге аласың. Құдайды құттыгын ала алмайсың ғой. Бірде бар, бірде жоқ ақша дейді. Бірақ таксиің де қымбат бір жерге баратын болсаң. Сенім жоқ уже. Қазірдің өзінде үйде су жоқ. Су 2 күннің бірінде жоқ қой. Тем более высокий домда тұрамыз. Өйткені Қазақстанның ішінде тұрған облыс қой бұл. Маңғыстау облысы, по-любому ол істейді деп ойлаймын. Ол енді қарайған халық тұр мұн жерде. Маңғыстау облысы енді малмен күн өлтеткен адамдар бар ар жағында деген сияқты ол. Енді бірде болады, бірде болмайды. Енді күн өтір қайтеміз енді оған. Енді светпенен проблема соңғы кезде туындады ғой. Ал жаңағы су мәселесі енді ойландыратын мәселе болып тұр. Сол себепті сол жаңағы завод па, сол мекемені тағы біреуін салу қажет шығар осы Ақтауға. Біреу емес тіпті екеуін салса да не артық кетпейді. Жарық әлі де өсіп жатыр бірақ. Бүгін таңертең свет болмады. Автодромда тұрам ғой мен. Жарық қаланың әр ауданында оқта-текте өшіп қалып жатқанын комбинат жоққа шығармайды. Оның себебін МАЭК әкімшілігі комбинат жабдықтарының әбден тозғанынан көреді. Оны бүкіл солай мен котелдің бәрін ауыстырып жіберді, ол мүмкін емес. Негізі есептеп қарағанда біздерде бір котелдің ішіндегі экранный трубкаларын бәрін ауыстыру үшін бірінші 12-13 ай керек. Әрқайсысына 154 тонна труба керек бір қазандыққа. Ол труба келгенмен де оны ауыстыру үшін да сондай уақыт керек. Неге десеңіз, ол трубалардың ұзындығы 20 метрдің үстінде, біздің котелдар биік энергетический котелдар. Оның бәрін ауыстыру керек, оның ішінде жұмыстар өте күрделі. Сондықтан где-то бір жылдай уақыт керек.
Азаматтық белсенді Мұхтар Үмбетов Маекта 10 жыл слесарь болып істеген. Ол комбинат табысы жылдар бойы талан-таражыға салынып, жөндеу көрмеген соң тозды дейді. Үмбетов мекемені басқарған барлық директорды тергеуге үндеп жүр. Мы угробили Маек. За вот 30 лет независимости, фактически, если говорить так прямо, то в тот период руководства она просто дербанила, как выжимала все там в своих интересах, в свои карманы. Да. Мы все фамилии этих директоров знаем прекрасно, да, где они, все живут. Поэтому еще одна такая вещь, когда, знаете, вот обращаются к людям, говорят, потерпите, люди, у нас народ такой, мы терпим. Нам в 90-х годах, когда не платили зарплату, да, мы терпели, работали, да, гайки крутили, воду, свет давали, дожили до светлого будущего. В 2000-х годах стали платить зарплату, вот нормально. Теперь снова всем людям говорят, терпите. Простое население, да? Простое население Мангыстау, города Актау. Да? Мы свою ответственность понимаем. Даже в этот самый чужой момент люди понимали ответственность, да? У людей еще в памяти есть вот эти события, там, скажем, еще Кантара. Народ терпел. Но давайте, пусть проявят ответственность власть имущие. Пусть всего Маек, кто довел, есть конкретные люди, фамилии, они живые, здоровые, сидят на хороших местах. Пусть займутся правоохранительные органы, да, проверка в тот период, когда они руководили Маеком. Что они делали? И пусть людям скажут, кто виноват. Если они виноваты, пусть их накажут. Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты жылына 2 миллиард текше метр газ тұтынады. Ол үшін 43 миллиард теңге жұмсайды. Маекке газ жеткізуші Қазақстандағы ірі газ операторы, монополист Қазақгаз еншілес компаниясы. Мекеменің бұрынғы заңгері Салтанат Бралина Маектің шығынға батуына осы газдың қымбат болуы себеп дейді. Оның сөзінше газ жеткізуші компания мен оны қолдайтын ықпалды әкімшілік ресурс өзіне қолайлы бағаны қолданып келеді. Надо понимать, что в первую очередь здесь нужно вопрос решать с ценой на газ. С учетом того, что это регион, здесь должны быть определенные условия, по которым газ будет на более дисконтированной цене продаваться на Маек, потому что это идет на социальные объекты, на жителей, на граждан, на регион в первую очередь, потом уже нефтяники и так далее. И не могут договориться, плохой менеджмент, во-первых. Во-вторых, у всех нефтяных компаний был мощный административный ресурс. Никто не давал, возможно, Маеку повысить. Вы же сами понимаете, нефтянка у нас всегда на особом статусе, определенные там люди, которые не давали возможности поднять. Да? То есть это были сферы, которые с административным ресурсом просто подавляли все попытки Маека каким-то образом снизить цены на газ или повысить цены для условно нефтяников. Маек былтыр қарашада үкімет қаулысымен Маңғыстау облысы әкімшілігінің иелігіне өтті. Бірақ комбинат тұтынушыларға сататын электр тарифін энергетика және ұлттық экономика министрліктері бекітеді. Маңғыстаудағы 1 маусымнан бастап электр энергиясына белгіленген тариф 18 теңге 68 тиын. Тоқты қарапайым тұрғынға да, ірі мұнай өндіруші компанияға да осы тарифпен сатады. Маек әкімшілігінде әзірше бұл тығырықтан шығар жол жоқ. Біздің айтқан мысалы тарифті екі есе нефтяніктер көтере алмаймыз. Біздің жаңа өзіміздің шығатын шығынымыз бар ғой. Соны жапқан, почти себе стоимость алсақ болды біз ғана. Біз одан артық көтере алмаймыз. Заңмен шектелген жаңа. Тек біз табыс таба алмаймыз былайша айтқанда. Жылына біз 4 миллиард киловатт сағатына 4-2, 4-1 сондай электр энергия сатамыз тұтынушыларға жалпы. Соның жаңа айтқан общий шығаратын электр энергияның көлемі, соның 85% жаңа айтқан нелер нефтяниктер. Мұнайшылар есептейді. Біз қазір тікелей недропользователь алайын десек, сонда недропользовательдерді бізге недропользователь прямо отыратын неміз де жоқ, былайша айтқанда мүмкіндік те жоқ. Негізі преимущественное правообладание бүкіл недропользовательдер газды тек қана Қазақгаз сатады. Себебі Қазақгаз республика бойынша бұл ұлттық оператор, национальный оператор, ұлттық оператор өзі сатып алады түгел. Содан да басқасын алып сатады. Содан кейінгі ғана жаңа өзінің екі мекемесі бар. Ол жасыратын жоқ енді бұл сала енді
монополияны сала ғой, енді біз басқа альтернатива болса екен алуға да дайынбыз, мысалы, бірақ ондай мүмкіндік жоқ қазірден. Оған қоса маек өндірген токты тұтынушыларға тікелей өзі жеткізбейді. Бұған заңмен тыйым салынған. Маектің энергиясын тасымалдаумен Маңғыстау өңірлік электротараптық компаниясы айналысады. Бұл компанияға Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры еншілес компаниясы арқылы иелік етіп, 2017 жылы оның акциясын жеке компанияға сатып жіберген. Қазір Маңғыстау өңірлік электротараптық компаниясының құжаттарына қарағанда, оның акционері Қазақстандағы ең бай кәсіпкер Дінмұхамед Ыдырысов. Маңғыстауда өндірілетін электр энергиясының көбін осы Ыдырысовтың компаниясы тасымалдайды. Қаржы есебіне қарағанда компания былтыр 2 миллиард теңге табыс тапқан. Ал мына сыртқы пішіні самаурынға ұқсайтын қондырғыларда теңіздің суы қайнатылып дистиллят алынады. Бұл қондырғылар совет кезінде орнатылған. Олардың да әбден ескіргені сыртынан ақ көрініп тұр. Мына арқылы Маңғыстау атом энергетикалық комбинатына теңіз суы барады. Комбинат ішіндегі су тұщыту зауытында теңіз суы өңделіп, ауыз су ретінде халыққа жіберіледі. Кейінгі 3 жылда Ақтаудағы халық саны 40% артқан. Қазір 300 мыңға жоқ тұрғыны бар қала күн сайын 70 мың текше метр су тұтынады. Бірақ маек тәулігіне 52 мың текше метр су өндіреді. Осындай баклажка қоямыз астына толғанша. Осындай сигектеп тұрып, айтыр осылай толады. Күн ұзаққа. Біресе бар, біресе жоқ, біресе бар, біресе жоқ. Күніміз осы Ақтаудың. Бұл Фархаттың ғана басындағы жағдай емес, бүкіл қала судан тапшылық көріп отыр. Не жуынатын, не ішетін су болмай сатып алуға мәжбүр. Өзімдің жуынатын лейкіміз не? Баклажкаға бәріне толтырып аламыз суды. Мына лейкіні сатып алдым, үш жыл барып. Осылай лейкіге суды толтырамыз мына баклажкадан оң кейін. Өстіп тұрып балаларымызды жуындырамыз. Міне. Өстіп тұрып баклажкаларын жуындырамыз. Мынаны жауып қоямыз. Енді балам жуынған соң енді балам суынан арланбайсың ғой, өзім жуынамын оң кейін, балам суынан кейін. Так міне қазіргі біздің осы приспособление, бәрі үйлерде бар осы лейка. Осындай лейкімен жуынамыз. Ана душымыз уже жасамайды, өйткені анаға напор келмейді. Тіпті даже жаз бойы жасамай тұрмын. Қазір біздің қалтамыздан шығын көбейіп отыр. Қазір деген мысалы үшін мен ауыз суым жоқ болмаған, үйде суым жоқ болмаған соң 10 литрлап суды магазиннен сатып аламын. Өзім таныстарым кредитқа су алып отыр. Каспий кредитқа кіреді, Каспий кредитқа. Жылдам ақшаға су сатып алу үшін. Сіз ойлаңызшы. Өйткені су жоқ, солай енді кір жуу керек. Потому что өйткені басқа не істейміз дейді, жетпейді дейді, жетпейді айлығымыз. Қазір мен мысалы үшін баяғыда тек 5 литрлық, 3 литрлық баклажканы аптасына алсам, қазір күніне 4-5 баклажка су сатып алуым керек дейді, мысалы үшін. Ал не дейсіздер оған? Халықтың жағдайы төмендейді осыдан. Енді қалай ашуланбайды? Оның кейін как следствие қайтып отырамыз мына жерде. Халық не көтеріліп жатыр, халық сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп мысалы үшін. Айдалып келіп қайтып халық виноват, да? Суымыз жоқ, халық виноват, тоғымыз жоқ, халық виноват. Кредитқа батып жатыр, халық виноват, бәріне халық виноват. Маекке 2008 жылы израильдік және француз су өңдеу қондырғылары орнатылған. Израильдік қондырғы тәулігіне 12 мың текше метр су тұщытып береді. Француз қондырғыларда осындай көлемде су беруге тиіс еді, бірақ ол тек жартылай ғана істеп тұр. Мұның себебімен қондырғаға жұмсалған қаржы туралы сұраққа Маек әкімшілігі жауап бермеді. Фархат өзімен көршілерінің биыл қыстан электр пешпен шыққанын айтады. Комбинат жылу бергенмен ол тұтынушыға жетпей отыр дейді. 2 электр пеш бар үйде. Біреуін залға қондырам, біреуін коридорға сөйтіп шығамыз. Енді күндіз кішкене анандай күн жылыйды, нетеді деген сияқты нетеміз, бірақ оның бәрі енді өмір сүру керек қой. Мен өзі балам бар, кішкентай емшекте балам бар. Оның бәрін қайтеміз енді. Бұлай реклама қарасақ, ойбай курортный город дейді, мұнайдың ортасы дейді, бірақ тіпті ондай тұрған ештеңеміз жоқ. Жүрісіміз деген осы. Маекті қарасаң, ішінде бір высокотехнологический бір ештеңе жоқ. Совет одағы кезінен қалған ескі оборудование анау. Ішінде бір анандай бір сверхновый японский оборудование жоқ. Бір жаңа компьютерлар ішінде ештеңе жоқ. Бір құбырлар. Жақында су болмаған уақытта видеомен көрсетті. Міне біз істеп жатырмық дейді. Сондағы бір опреснительный установканы бір құрттаған трубкаларын ауыстырып жатыр да. Сол бір ауыстыруға қиын ба деп ойлаймын да, соны ауыстыра алмай жатыр.
Маектегі апаттан соң комбинатқа үкіметтік комиссия барып, комбинат жөндеуден өтетін болды. Оған 60 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінді. Ішінде маектің өз ақшасы да бар. 23 тамызда маек өкілдері комбинат жылыту маусымына 80% дайын деп мәлімдеді. Сания Тойкен, Ержан Әмірхан, Азаттық ТV.